Қайырлы күн, құрметті оқырман. Сізді Instagram Love курсына шақырамын. Алдымен курс туралы айтпас бұрын өзімді таныстырып алайын. Менің есімім Шырын Мәлікқызы. Instagram парақшам Instakurs SMM. Жалпы SMM саласы бойынша бизнес-тренер ретінде жұмыс жасап жатқаныма уже 2,5-3 жылдай уақыт таяп қалды. Өте көп студенттерді үйретіп шығардым, 18 жас пен 65 жастағы апаларға дейін оқып, жақсылап меңгеріп шықтым. Жалпы біз курста не үйренеміз? Инста аккаунтты талдап, соңғы брендте әдемілеп, барлығын ережеге сай толтырып, парақшаны қалыпқа келтіретін боламыз. Копирайтинг. Копирайтинг деп отырғанымыз ол текст жазудың қыр-сыры және оның техникалары. Яғни мәтін жазудың проблемасын осы копирайтингті үйрену арқылы шешетін боламыз. Картина жасаудың мастері боласыз. Яғни түрлі фото өңдеуді үйреніп, парақшаңызды соңғы үлгіде киіндіретін боласыз. Яғни трендтен қалмайтын боласыз. Видео контент. Қазір өздеріңіз білесіздер, видео контент сағат сайын дамып келе жатыр, және де адам өзінің бизнесін осы видео контент арқылы өте күшті жеткізуге болады. Яғни видео контент өз арманыңыздағы видео жасаудың түрлі амал тәсілдерін үйреніп, сол видеоның жасаудың қолыңызға кілтін алатын боласыз. Жалпы 5-ші сабақта уже парақшаны жан-жақты дамытып, тегін және ақылы жарнама түрлерін үйретіп, подписчик көбейтудің, охват көбейтудің жолдарын сіздерге айтып беретін боламыз. Telegram, WhatsApp желілерінің құпиясымен бөлісеміз. Бұл жалпы айтып отырғаным бастамасында тек қысқаша ғана мазмұны, артында терең дүние, терең білім жатыр. Яғни осы видеоны до конца қарасаңыз, біз осы 5 онлайн сабақта не үйренетініміз туралы айтатын боламыз. Бірақ курс 10 күн болады, яғни 1 күн теория, 1 күн практика. Курс жалпы кімдерге арналған? Instagram арқылы өз бизнесін дамытқысы келетіндерге, өзін жеке бренд ретінде қалыптастырып, өз блогын жақсылап жүргізіп, SMM, Insta админ болып жасағысы келетін оқырмандарға. Яғни Instagram админ деп отырғанымыз, бұл сіз өзге адамның парақшаларын жүргізу арқылы ақша табуыңызға болады. Өзге адамдарға копирайтинг бойынша пост жазып беріп, картина дайындап беріп, видеолар дайындап беріп, яғни ондай қазір SMM мамандығы өте керек, ауадай қажет. Және де сауда-саттықпен айналысатын оқырмандарға, яғни өзінің саудасын дамытқысы келетіндер, жалпы парақшасын жан-жақты дамытқысы келетіндерге, Instagram арқылы қалай табыс табу керектігін білмей жүргендерге, видео, фото жасаудан, текст жазудан қиналатын оқырмандарға. Бір сөзбен айтқанда, жаңашылдыққа құмар адамдардың барлығы да қатыса алады. Қазір білесіздер, бүкіл не нәрсені болса да біздер тек осы Instagram арқылы дамыта аламыз. Өйткені елдің бәрі, бүкіл халықтың барлығы осы Instagramда жүргенін білесіздер. Егер де сіз сетевой болсаңыз, сетевой компанияда болсаңыз, немесе сауда-саттықпен айналысатын болсаңыз, немесе жай ғана жұмыс іздеп жүрген болсаңыз, бұл курс барлығына келе береді. Өйткені бұл жерде мен Instagramның сіздерге құпиясын ашып беретін боламын. Курс жалпы қалай өтеді? Telegram каналда кәдімгідей аудиомен, видеомен, схемамен, картина, текст түрінде жан-жақты әр ақпараттың жілігін шағып, майын тамызып түсіндіретін боламын. Өйткені бір адамдар аудио арқылы жақсы меңгереді, біреулері картина арқылы, біреулері видео арқылы. Яғни бұл жерде барлығы схемамен кәдімгідей тәштай қылып түсіндіретін боламын. Жалпы 5 онлайн сабақ болады, үй тапсырмасы да беріледі. Әр тапсырмаңыз бағаланып, тексеріліп, сіздерге отчетін беріп отыратын боламын. Сұрақ қойып, жауабын 100% алатын боласыз. Және бұдан кейін, курстан кейін сабақ сізде 2 ай бойына сақталынып тұратын болады. Сондықтан қазір мен сіздерге осы 5 онлайн сабақта не үйренетін боламыз, толыққанды айтып беретін боламын. Жақсы ма? Ал мінекей біздер Instagram Love курсының 1-ші сабағында не үйренеміз? Бұл сабақта біз Insta аккаунтты әбден талдаймыз, соңғы брендте әдемілеп,
барлығын менің сіздерге беретін ережеме сай толтырып қалыпқа келтіретін боласыз. Дәлірек айтқанда не істейміз? Парақшаның атауын дұрыстайсыз. Парақшаның атауы дегеніміз ол Инстаграмдағы сіздің логиніңіз болып табылады. Логин ол өте маңызды. Қалай солай ұзын шағылдырып жазып, оны солай жасауға болмайды. Оны қысқа, әрі мәнді, әрі креативті ету керек. Оны өзім айтамын, қалай толтыру керектігін. Және сіздің именно жаңа бизнесіңізге байланысты, немесе сіздің өзіңізді жеке бренд ретінде қалыптастырғыңыз келсе, қалай қылып құрастыруға болады. Яғни парақшаның атауына үлкен акцент бөлеміз. Иә? Парақшаның атауын дұрыстап алдық, жақсы. Аватарка енгіземіз. Аватарка, вот. Нағыз ең маңыздысы осы аватар жасауды үйрену. Аватар жасауды мен сіздерге үйретемін. Қалай солай көшеде түскен, қаланың қақ ортасында түскен, немесе жолдасыңызбен түскен, бала шағамен түскен, артқа қарап тұрған, ондай аватарка болмайды. Аватарка ол не үшін маңызды? Яғни сіздер біреуге комментарий жазсаңыз да, біреуге лайк бассаңыз да, сториске бірдеңе салсаңыз да, прямой эфирге шығатын болсаңыз да, екінші маңызды дүние бұл сіздің аватаркаңыз. Яғни соны да біздер өзіміз аватаркамызды жасауды, оны әдемілеуді, сол аваны қоюды үйренесіздер. Аватарка қандай болу керектігін үйренесіз. Және профиль, о себе деген бар ғой. О себе дегенге жұрт қатып қалған. Мен 4 баланың анасымын, мен осындай бизнеспен айналысам деп жазып қояды, иә. Например, мен бақытты әйелмін деген сияқты, иә. Профиль, яғни о себе деген толтырудың өзіндік мәнісі бар, оның өзіндік жаңағы ережесі бар. Сол ережені үйреніп, конкретно оқырманға керек нәрсені жазуды үйренесіз. Актуальный, яғни истористен кейін біз актуальныйға шығарамыз, иә. Сол актуальныйда не толтыру керек ішіне, оның беті қандай болу керек. Көп адамдардың актуальныйын қарасаң, шашылып, ішек қарны ақтарылып жатады, иә. Например, сіз парақшаңызға көп адамды шақырасыз. Менің парақшама қонаққа келіңіздерші депші. Қонаққа шақырардың алдында біз обычно не істейміз? Біз дайындаламыз, үйімізді жинаймыз, шкафтың сыртын сүртеміз, иә. Шкафтың іші былғып жатса да, әйтеуір сыртында еш нәрсе тұрмау керек, иә. Шкафтың жаңағы беті әдемі болып, иә. Сол сияқты біздер де мысалға парақшамызға қонаққа шақырғанда парақшамызды әдемілеп, көзге көрнекті етіп, реттеп, бізге келген оқырмандарды сыйлап, біздер де оларға құрмет көрсетуіміз керек. Яғни сондықтан да актуальныйдың іші сыртын реттеп, ішінде қоқыстардың барлығын шығарып, дұрыс нәрселерді енгізіп, соның барлығын дұрыстауды меңгеретін боласыз. Яғни актуальный туралы толықтай ақпарат алып, оны және де өзіңіздің пайдаңызға асыруды үйренесіз. Одан кейін өз нөміріңізге ссылка орнату. Қазіргідей номернандай немен кәдімгі WhatsApp me дегенмен қою емес, басқаша, яғни әдемілеп қоюды, жұрттан ерекшеленіп номерге ссылка жасауды үйрететін боламын. Мекен-жай енгізетін боламыз. Парақшаны бизнес профильге айналдырып, оны қорғап, қауіпсіз ету жолдарын үйренетін боласыз. Ол да өте маңызды. Одан кейін дополнительно мысалы о себеге сыймай қалған жерді ары қарай іс-әрекетке шақыратын текстті парақшаның қай жеріне жазып қою керек. Ол да секретный нәрсе, соны да үйренесіз. Одан кейін ең маңыздысы, осы инстаграмға кіргенде көбісі кіру жолын білер, бірақ ішіндегі қай тетік, қай кнопка бізге қандай керемет дүние алып келеді.
яғни білмейтін нәрселері бар да, қай кнопканы қандай пайдасына асыруға болады. Сол туралы білмейтін оқырмандарға Инстаграмның бетін барлығын түсіндірем. Қай кнопканы басқанда бізде қандай чудо шығады, қай кнопка арқылы біз қандай нәрсені жүзеге асыра аламыз деген сияқты соның барлығын меңгеретін боласыз. Білемін дейтін адамның өзі білмеуі мүмкін. Қазақтар біздер әйтеуір шеберміз ғой. Бәрін мен білемін, біліп туамыз, иә. Бірақ білгенің 1-9, білмейтінің 99 дейді. Біздің өзіміз оқудан жалықпаймыз, өйткені трендтер шыға береді. Одан кейін Stories дегеніміз не екенін білесіздер. Бірақ сол стористі қалай дұрыс пайдалану керек? Адамдар күнде сіздің сторисіңізді көре беру үшін қалай ерекшеліктер жасау керек? Сториске қандай программалар бар? Және программаларды қалай қолдану керек? Және мысалы сториске қандай ақпарат салу керек? Сонда меңгеретін боласыз. Прямой эфир, LGTV-дің пайдасы неде? Ерекшелігі қандай? Камерадан қалай қорықпай сөйлеуге болады деген сияқты машықтанатын боласыздар. Осы бірінші сабақта біз осының барлығын талдап, өңдеп, парақшамызды келесі продвижениеге дайындап қоятын боламыз. Ал енді құрметті оқырмандар, екінші сабақта бізде өте маңызды сабақ, өйткені біз бұл сабақта текст жазудың қыр-сырын меңгереміз. Жарнамалық контент болсын, сатылмай келетін контент болсын, ақпараттық контент болсын, ойын-сауықтық контент болсын, қандай контенттің түрлері бар, соның барлығын меңгересіздер. Және копирайтинг тәсілімен жазатын боласыздар. Копирайтинг деп отырғанымыз бұл текст жазудың құдіретін арнайы әдіс тәсілдермен меңгеру. Қазақи жалпақ тілмен түсіндіргенде осылай. Білесіздер, Инстаграмда сіздің картинаңыз қалай солай қыжық-шыжық болса да, кейбір адамдар бар, иә, подписчигі өте көп, текст жазуға шебер, иә, бірдеңені өлтіріп жазады да. Ал мысалға сонда да адамдар оны оқиды. Ал кейбір адамдар бар, олар например, текстке қарамайды, тек картинаға қарап, сол адамға лайк басып, комментарий жасады. Адамдардың түрлі адамдар болады. Бірағынан қазағымызда сөз бар ғой, түріңе қарап қарсы алады, сөзіне қарап шығарып салады дейді. Яғни аккаунттың әдемі безендірілгеніне қарап сізге қызығып кіреді де, ары қарай оқиды. Бұл кісінің тіл байлығы қалай екен? Бұл кісінің мынау ішкі жан дүниесін түсінейікші. Қандай тексттер жазған екен, анау жүрегінен қандай сөздер шыққан екен деп, сіздің ары қарай текст жазу машығыңызды, яғни текст жазу тәсіліңізді қарайды. Ары қарай сіз ол кісінің анау ішкі жүрегіне кіріп кетсеңіз, ана жазған шаблоныңызбен, мәтініңізбен, ой, онда бүкіл продажа, бүкіл подписчик сіздікі деген сөз. Яғни текст жазғанда жаңағы мұғалім болып, кезінде мектепте шығарманы керемет жазатын адамдардың текст жазуын айтпайды. Бұл Инстаграмда, мысалы Фейсбукте сіз басқаша текст жазу керек, ВКонтактеде басқаша жазу керек, Ютубта ол вообще басқаша. Ал Инстаграмда мен сіздерге сол Инстаграмның тілімен қалай текстті, қалай постты жазу керектігін үйретемін. Яғни ол тексті арнайы әдіс тәсілдермен, бүгін бұлай жазып, ертең мынандай тәсілмен, ары күні мынандай тәсілмен, нақты сіздің мақсатыңызға жететін әдіс тәсілдерден кейінгі тәсілдерді үйренесіз. Яғни бұл жерде жай ғана, бүгін үйттім, бүгін сөйттім, бүгін бүйттім, бүгін ананы алыңыздар, мен күшті жүргіземін, күшті мен деген осындай курсқа сіздерді шақырамын, қанша жерден арзан болса да, сіздің ол жердегі текстіңізді жаңағы жаулап алмайтын болса, онда адамдар тіркелмейді. Сондықтан да стратегия, яғни текстті жазғанда да оған жоспар құрамыз. Мен сіздерге арнайы түрлі тәсілдер беремін. Сол тәсілдерге салып, ана
формулаға салып сіздер жазатын боласыздар. Міне мына жерде мынандай ма, значит мынандай қылып жазуым керек. Яғни қоқыстың барлығын алып тастап, керекті тәсілдерді жазуды үйренесіз. Машығасыздар. Мен арнайы сіздерге копирайтингтің кітаптарын да беремін. Ол жерде тілбайлықты көтеретін кітаптарды сыйға беретін боламын. Сондықтан да екінші сабақ бұл бізде өте маңызды сабақ. Яғни текст, жарнамалық түрлі шаблондар, контент жазудың бүкіл әдіс тәсілдері және копирайтингті меңгересіз. Инстаграмға жоспар бойынша контент құру арқылы көздеген мақсатыңызға дөп түсіп, тек сразу адамды қағып тастауды үйренесіз. Картинаға тақырып енгізудің өзінің формуласы бар. Картинаға тақырып қою арқылы адамдарды дөп түсіру. Хэштег қолданудың ең озық ұтымды жолдары. Хэштег дегеніміз не, және оны қалай өз пайдамызға асыру керек, оны да үйренесіз. Әр жазылған текстке оформление жасаудың жолдарын үйренесіз. Яғни ладно, біреулер бар тексті керемет етіп жазады да, бәрін бөлмейді, абзацқа да бөлмейді, арасына бір смайлик салып, бір тәттілеп қоюды да білмейді, қалай солай жазады, я? Сіз қандай нәрсе жазсаңыз да, оны әдемілеп, көзге көрнекті етіп, реттеп, тәттілеп қою керексіз да, сол текстті әдемілеп өткізу керек оформлениемен. Соны да меңгересіз. Және де біз текстімізді жазғанда жұрттан ерекшелену үшін өзге шрифтте қалай жазуымыз керек, оны да үйретемін мен бұйырса. Яғни ісіңізбен әлемді баурап алу деп аталады. Ал енді үшінші сабақ. Үшінші сабақта біз картина жасаудың қыр-сырын меңгеріп қана қоймай, оны шемешкедей шағып тастайтын боласыз. Неге? Өйткені сіз уже бұл үшінші сабақтан кейін қалай өзіңіздің фотоңызды өңдеу керексіз. Мысалы сіз суретке түстіңіз делік та, далада. Ол суретте сізде ерніңізде помада жоқ, кірпік жоқ да. Менің мысалы бір суреттерімді қарасаңыздар, әп-әдемі бола қалғанмын, я? Сол суретті мен өңдедім. Яғни мен вообще кірпік жабыстырмаймын көп жағдайда. Иногда фотосессия үшін жабыстыратын болмаса, бұлайғы күнделікті түсетін фотома аламда кірпікті қолдан жасай салам. Оның мен сіздерге әдіс тәсілдерін үйретемін. Мысалға, бетіңіз таза болмаса, әжім болса, немесе өгірей, немесе қара дақ болса, одан ұялатын болсаңыз, фотоқосуден оның программасы бар, арнайы әдемілеп сізге бетіңізді жылтыратып береді. Сөйтіп аласыз да, яғни фотошопты үйренесіз, өзіңіздің суретіңізді әдемілеуді, жаңағы дұрыс емес жерін дұрыстап, оны әдемілеуді үйренетін боласыз, я? Жай фотодан профессионал фотоға айналдыруды үйренесіз. Және де өзіңіз, например, кейбір до этого сіз біреулердің қолданған, жасаған, дайын фотоларын инстаграмға салып жүрсеңіз, кейін салмайтын боласыз. Не үшін біреудің қолданған фотоларын салуға болмайды? Өйткені әр адамда авторлық құқық деген бар. Және инстаграмда мысалға бір фото 100 рет, 200 рет айналдырып қайталанатын болса, ол парақшаны блоктап тастауы мүмкін. Немесе ол парақшаның салған жаңағы картина видеоларын ешкімге көрсетпей тастауы мүмкін. Сондықтан да біреудің картинасын әше қолданбаған дұрыс. Лучше өзіңіздің картинаңызды қолданыңыз. Өзіңіздің жасап, өз туындыңызбен жасаған картиналардан. Енді біз үшінші сабақта нақты не үйренеміз? Яғни өзіңіздің фотоңызды өңдеуді үйренесіз. Жарық келтіретін жеріне жарық келтіріп, қараңғылататын жерін қараңғылатып, яғни фильтр қолдануды үйренесіз. Және де түрлі иконка жасауды, өзгеше әдісте. Аватарка жасауды, 3D аватарка жасауды үйренесіз. Одан кейін әрбір картинаны өз орнына қойып, реттілікпен пост шығару әдісін үйренесіз, я? Яғни страница оформления, страницаны безендіруді үйренесіздер. Нақты айтқанда солай.
Одан кейін суретке түсе білуді үйренесіз. Оны профессионалдық суретке ауыстыруды үйренесіз. Суреттің реңін келтіріп өңдей білу. Яғни мана айтқандай барлық фотоны бір түсті фильтрде қолданып, яғни парақшаңызды дұрыс киіндіре білу керексіз. Мана айтқандай бір адамдар болады, яғни ладно, аватаркаңыз ұнады, профиліңіз ұнады, ары қарай сіздің профиль страница оформлениеңізге қарайды. Қалай әдемі қопырап отырған болса, например, дайын емес, дымда ананың фотосының түрі қызыл, мынау жасыл, мынау қап-қараңғы, мына жерде вообще жаман, сондай әр жерден ұрланған мотивациялық фотолар болса, адамдар ары қарай сізге не істейді? Қашып кетеді. Мынау не пәле деп ше, мысалға, дым ухоженный, әдемі емес болса. Ал егер де сіздің страницаңыз сыпырылған, генеральный уборка жасалынған, жуылған, тап-таза, құрақ көрпе, мамық көрпе жаңағы төсеп қойып, оқырмандарыңызға қонақ жайлылығыңызды білдіріп, әп-әдемі аккуратнылық қойсаңыз, әрине сіздерге адамдар жайғасып отырып, бірінші постыңыздан кейін екінші постыңыздан кейін үшінші постыңызды оқып, рахаттанып отырып, жайғасып, жаңағы асық болған етіңізді жеп, дайындап қойған шайыңызды ішеді. Ал егер де сіз олай оқырмандарды аман келіңдер, қонаққа келіңдер деп шақырасыз да, ешқандай картинаңыз да мәнсіз, басқасы да мәнсіз болса, әрине адамдар сізден қашып кетеді. Құрметті оқырмандар, 4-ші сабақта біздер видео жасаудың мастері боласыз. Қандай видео керек, қандай образдағы видео керек, бәрін жасайтын боласыз. Реклама керек па, таргетингке видео керек па, сториске видео керек па, постқа видео контент керек па, барлығын меңгеретін боласыз. Мысалға ретінде, мынадай видеоның түрін жасайсыз. Яғни, мына программада өзі әртүрлі видео шаблондар бар. Мысалға деген рекламный, мынандай гифтер керек па, түрлі. Мысалға, мынандай өлеңдердің бәрін ауыстыруға болады, мынандай әртүрлісі бар, мында много. Соның барлығын өздеріңіз таңдайтын боласыздар. Мынандай мысалға артынан жаңбыр жауып тұрғаны керек па, бетінен жаңбыр жауып тұрғаны керек па, түрлі анимациялық видеолар. Мына жаңағы картина, мысалға мінекей мынандай историске шығаратын анимациялық тоже видеолар, әдемі. Мынандай фотоны живой қылдырасыздар. Мында түрлі фотоны живой фотоға айналдыруға болады, оны да үйренеміз. Мынандай анимациялар мысалы ретінде, ол жерде тоже түрін жасай аласыздар. Немесе мынандай қайырлы күн, бизнес оқырманы, сіздерді Instagram Love курсыма шақырамын. Бұл курсты оқи отырып, сіз осы Instagramда бизнесіңізді 100% дамытуды үйренетін боласыз. Келіңіз. Яғни осындай түрлі видеолар жасауды үйренеді. Мында енді мен бірнеше ғана образын көрсеттім. Жалпы видеоны өзіңіздің фантазияңызға байланысты түрлі етіп жасауға болады. Ең бастысы бұл жерде барлық техникасын үйренесіз. Қалай жасауға болады, қандай программаларды қолдану керек деген сияқты, сондықтан да мында тек қысқаша видеосын көрсеттім, примерно қандай видеолар жасауға болатынын. Бірақ енді ол жерде түрлі образдар жасауға болады. Сондықтан да 4-ші сабақта сізде уже проблема болмайды басыңызда, қандай видео қалай жасауым керек деген сияқты. Әртүрлі әдемі видеоларды жасап бірге үйренетін боламыз. Ал енді 5-ші сабақта біздер не үйренеміз? 5-ші сабаққа келгенге дейін біздің уже парақшамыз гүл, әп-әдемі, қонақты қалай қарсы аламыз, үйімізді жеп жинатып, тинақты қылып қоямыз ғой. Сол сияқты біз 4 сабақтың қорытындысымен парақшамызды әп-әдемі қылып алдық, келген адам кете алмайтындай қылып алдық. Енді біз не істеуіміз керек? Парақшамызға жан-жақтан қонақтар шақырып, менің парақшамды келіңіздер, қараңыздар, мен мынандай нәрсемен айналысам деп біз жариялауымыз керек. Жан-жаққа жариялап, жан-жаққа жарнама тастап, Инстаграмда
қандай тусовка бар, соның барлығына қатысып, активностымызды көтеріп, охватымызды көтеріп, статистикамызды көтеруіміз керек, дұрыс па? Енді ол үшін Инстаграмда қазіргі заманда қалай дамытуға болады парақшамызды? Вот соны меңгеретін боламыз. Яғни комментик әдісі, оны не екенін көбісі білмейді. Жай сізге комментарий жазу, комментарийға қатысу емес. Комментинг деген ол бөлек нәрсе, соны үйренесіз. Конкурстың тәсілдері, конкурсты қалай ұйымдастыру керек, оған жаңағы қандай программа қолдану керек, оның тексті қандай болу керек, оның картинасы қандай болу керек, қандай әдіс тәсілдері бар конкурс ұйымдастырудың, соны үйренесіз. Инстаграмның өзіне тікелей Инстаграммен қалай дос болу керек, сол Инстаграмның өзіне жарнамаңызды қалай жіберу керексіз. Яғни продвижение дегенді қалай ұқыпты жіберу керек. Соның текстісі қандай болу керек, оның картинасы қандай болу керек. Қайтып жібергенде продвижениені адам көп келеді. Соны меңгеретін боласыз. Жалпы 5-ші сабақта біз уже парақшаны жан-жақты дамытудың құпияларын меңгересіздер. GIF дегеніміз не, giveaway дегеніміз не, оған қалай қатысады деген сияқты. Инстаграмның лимиттері қандай, және оны блоктан қалай сақ болу керек, соны меңгеретін боласыздар. Постты қай уақыттарда шығару керек, қай уақытта шығарса охват көп болады, сол туралы меңгересіздер. Және де біздер тек қана Инстаграм емес, қазіргі дамыған осы сабақ оқып отырған Телеграм каналмен қалай жұмыс жасау керек, қалай өзіңізге канал ашу керек, қалай супер группамен жұмыс жасау керек, қалай осы Телеграмда боттармен жұмыс жасау керек, қалай осы Телеграмның ішінде жан-жаққа сіздің жарнамаңызды жіберуге болады, сол туралы меңгересіз. Телеграмда қалай Телеграм каналды қалай сайт ретінде қолдануға болады деген сияқты. WhatsApp-тың өзінің құпиялары бар, сіз білмейтін. WhatsApp-тағы группамен жұмыс жасау, ссылка жасау, өзге шрифт қолдану, рассылка жасау, автоответчиктермен жұмыс жасау, яғни бизнес WhatsApp-пен жұмыс жасау. Клиенттерді сарыға, көкке қалай бояп қоюға болады деген сияқты. Осының барлығын біз 5-ші сабақта талдап, 5-ші сабақта жүргізетін боламыз. I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Appreciate my stand and go out of this world. Құрметті оқырман, мен сізді Instagram Love курсында күтемін. Келіңіз, өкінбейсіз.